1986 жылы желтоқсанда қазақ жастарының алаңға шығуы КСРОдағы демократизмнің алғашқы көрінісі еді. 16 желтоқсанда басталып, 3 күнге жалғасқан наразылық кезінде алаңға ондаған мың студент жиналды. Совет билігі бейбіт шерумен басталған наразылықты 17 желтоқсан күні күшпен таратуға тырысты. Жиналғандарды соққыға жығып, түрмеге жапты. Сол кезде алаңдағы қасап қырғынды көзімен көргендердің бірі Гүлбақша Файзова мен Мәден Әбіліп редакциямызға келіп оқиғаларын айтып берді. Мәден Әбіліп арнайы жасақ жастарды қуған кезде олардың құрсауынан Гүлбақша Файзованы құтқарып, өзі ұсталып түрмеде азап шеккен. Кейіннен түрмеден қашып шығып, 2 жылдай Батыс Қазақстанды паналаған. Бірін-бірі танымайтын 2 желтоқсаншы арада 35 жыл өткесін ғана кездескен. Гүлбақша Файзова сол күні жұмыстан келіп, жатақханада тамағын ішіп отырғанда, аграрлық университетте оқитын Нағима есімді құрбысы кіріп келгенде, «Қыздар, нағып отырсыңдар, Қонаев атамызды орнынан алып тастап, бізге басшы етіп басқа ұлттан Колбин дегенді қойыпты» деген. Бұл сөз құрбыларына төбесінен мұздай су құйып жібергендей әсер еткен. Қазақпен санаспай, басқа біреуді басшы етіп қоюды жастар қабылдай алмаған. Бірден Гүлбақша құрбылары Жопар, Мереке, Гүлбанумен бірге алаңға шығып кеткен. Біз келгенде алаңдағы жастар «Менің Қазақстаным» әнін айтып жатты. Үкімет үйінің артынан басқа ұлттағы жасақтарды көліктен түсіріп жатқанын көрдік. Алаңдағы жастардың алдына келіп қосылғанда бізді қазақ жігіттерінен құралған милиция қоршап тұрды. Біраз уақыттан соң мұздай қаруланған өзге ұлттың жасақтары олардың орнын ауыстырып, қолдарына дубинка, сапер күрек және қалқан ұстап алып, бізге шабуыл жасауды бастады. Аяқ астынан ұра бастағанда алаңға бейбіт шеруге жиналған қазақ жастары не істерін білмей бірден қашты. Егер Қонаев жастардың алдына шығып басу айтқанда, біз алаңда қалмай кетіп қалушы едік. Жастар бейбіт шеруге ғана шықты. Ешқандай агрессивті ойымыз болған жоқ. Алаңда қыз-жігіттердің басына сапер күректері тиіп құлап жатты. Біз артқа қарай қашамызда құлап қалған жастарды қайта барып, жасақ қолынан алып кетуге тырыстық. Кейбіріне үлгердік, кейбіріне үлгермей қалдық. Оларды сүйрелеп көлікке тиеп алып кетті. Кешке қарай алаң қызыл ала қанға боялды. Өрт сөндіру көліктері келіп, мұздай су шаша бастады. Күн сақылдаған сараяз, үсті басымыз малмандай су болып, бір демде қатып қалды. Біз сонда да алаңнан кетпей тұрып алдық. Жасақ қуат, біз артқа қашамыз. Олар шегінгенде алаңға қайта барып аламыз. Сондай бір қуғын кезінде басымдағы бас киімім түсіп қалды. Аламын деп еңкей бергенімде арттағы қалың нөпір таптап өтті. Орнымнан тұра алмай адамдардың аяғының астында қалдым. Қуып келе жатқан жасақтың жақындап қалғанын байқадым. Біткен жерім осы, өлдім деп ойладым. Бір кезде аяқ астынан бір қазақ жігіт шықты да, «Қарындасым-ау, өлдің ғой» деп жанымыздағы шыршаның түбіндегі күртік қарға лақтырып жіберді. Омар-жұмар шыршаның түбіне кіріп кеттім. Сол кезде жасақта жетіп, ана жігітті басынан бір ұрып, әрі қарай қолтықтап алып кетті дейді желтоқсаншы. Гүлбақшаны құтқарған 23 жастағы Мәден Әбіліп болатын. Ол Алматы театр өнері институтына актер мамандығына оқуға келген. 17 желтоқсанда сабақта отырғанда курсындағы Ақық деген қыз бір парақ қағазға «Сағат 11-де алаңда кездесеміз» деп жазып жіберген. Көп өтпей, институттың жастары жиналып, «Менің Қазақстаным» әнін айтып, алаңға келген. Жолда олар Роза Бағланованы да кездестірген. Әнші «Балалар, бармаңдар, жамандыққа ұрынасыңдар» деп жастарды тоқтатуға тырысқан. Бірақ Әбілівтер тоқтамай, әрі қарай өтіп кеткен. Алаңда көп емес едік. Әр ұлттың өз көсемі болу керек деген плакат ұстап алып, әрі-бері жүрдікте кетіп қалдық. Кешкі 7-лер шамасында жан-жақтағы университеттерге барып, хабарлап қайтып келсек, алаңда жағаға ұрған толқындай халық толқып тұр екен. Ешқандай арам ойымыз болған жоқ. Әйтпесе,
бәріміз қойнымызға бір-бір пышақ салып әкелуші едік. Біздің ойымыз, неге қазақты өзге ұлт басқарады? 19 облыста дені сау қазақ жоқ па? Бұған дейін де ата-бабамыз қудаланды. Желтоқсанға дейін олардың озбырлығын көріп өстік. Алматының төрінде өзге ұлт өкілі жер сыпырып ұялғанда қазақ қаңғып жүретін. Соның бәрі іште қыжыл боп жатты. Ақырында 17 желтоқсанда алаңға алып шықты дейді Әбілов. Кешке қарай жастар толқып тұрғанда бірқатар басшылар Меңдібаев, Камалиденов, Назарбаев оларды үгіттеп таратуға тырысқан. Бірақ жастар мінбердегі басшыларды таспен ұрып қуып жіберген. Жастар тек Қонаевтың шығып жағдайды түсіндіруді талап еткен. Бірақ Әбіловтің айтуынша бірінші басшыны Мәскеу алаңға жібермепті. Сөйтіп тұрғанда қыздарымыздың шашынан қайырып шарылдатып сабап жатса, ұрпақ болмасын деп кіндіктен төмен теуіп жатса, қаның ойнап таяғы әсер етпей қалады екен. Қырғын сол жерден басталды. Өрт сөндіретін көліктің адамдарын жағасынан тартып түсіріп, біреулер ұрып жатты. Адам-адамға қарайтын уақыт болмады. Нөпір халық алайда бұлай толқып жасақтармен айқасты. Бірақ олардың саны да, қаруы да басым еді. Көп өтпей жастар қасқыр тиген қойдай төменге қарай қашты. Арасында мен де жүгіріп келем. Жан сауғалайтын жер жоқ. Қазіргі Абай мен Абылай ханның қиылысындағы ұлттық кітапхананың аялдамасына өтіп бара жатқан жолаушы сынды тұра қалдым. Бір кезде «Ағатай, өлдім» деген қыздың дауысы шықты. Қарасам, шынашақтай қыз нөпір халықтың аяғына тапталып жатыр. Орнынан тұра алмайды. Бармайын десем дауысы жүрегімді алып бара жатыр. Жүгіріп барып, шаршаның астындағы қарға лақтырып жібердім. Артқа қарай бергенім сол еді, жетіп келген жасақ ұрып құлатты дейді желтоқсаншы. Әбілов орнынан тұрып қашқанымен ұзамай жасақ қоршап ұстап алған. Қарақұсынан тағы да ұрып құлатқан. Орнынан тұра берген оны алдымен саусағын күрекпен шауып, кейіннен бетін күрекпен тіліп жіберген. Сосын мұрнын ұрып сындырған. Бірнеше соққыдан есінен танып қалған Әбіловті екі жасақ көтеріп автозаққа қарай алып кеткен. Жеткенше тағы да жолда бірнеше сарбаз сабаған. Есімді жисам, Байсейітованың бойымен қолтықтап көтеріп келеді екен. Орысшалап боқтап, әскердің арасынан өтіп бара жатқанда олар да «Это живой груша» деп сылқылдатып, бүйректен теуіп қалып жатты. Өкімет үйінің алдына апарғанда тоқтап, тағы да сабап алды. Сонымен қақталған етсінді көлікке апарып лақтырды. Қарасам, ішінде өліп қалған адамдарды бірінің үстіне бірін үйіп жинап қойыпты. Астынан біреудің ыңырсыған даусы шықса, «Мынау әлі тірі ғой» деп басынан ұрып жатты. Қан деген судай ақты. Содан кейін Сейфуллин көшесіндегі түрмеге апарды дейді Мәден Әбілов. 1986 жылы қазіргі Сейфуллин мен Мәметов көшесінің қиылысында Ленин аудандық ішкі істер басқармасы болған. Әбіловті осы басқармадағы түрмеге алып келгесін, алдымен саусақ іздерін алып, мойнына 7 деген сан іліп суретке түсіріп қамаған. Әрі қарай түрмедегі азаптау, күнде тергеу басталып кеткен. Бір күні ішкі істер басқармасына прокурор келіп, қазақ жігітінің азапталып жатқанын көріп, Әбіловті түрмеден қашырып жіберген. Прокурор қазақ болды. Қан тартты білем. Маған жаны ашыды. Құжаттарымен танысып, суретке түсірді ме деп сұрады. Түсіргенін айтып едім, болды. Сені түнде атат. Қазақтың бір баласы болса да құтқарайын деп келдім дегенде, сасқанымнан, аға, ақша бар ма деппін. Баласың, түсінбейсің. Кейін ол, шырағым, ақша табылады. Алдымен басың аман болсын деп, түрмеден қалай қашатынымды түсіндірді. Абилов, суда иди деп шақырғанда, маған қарай келме, әрі қарай жүр. Орыстың кемпірі қағаздарды алып шығады. Соның ізінен жүріп отыр. Көшеге дейін 3 есіктен өтесің. 5 минут уақытың бар. Үлгерсең бағың, үлгермесең сорың деді. Прокурор шақырған кезінде өз айтқандай, есікке қарай жүрдім де, үлгеріп сыртқа шығып кеттім. Бет аузым ісіп кеткен, тонның жағасын көтеріп, Гоголь Байтұрсындағы жездемнің үйіне келдім дейді желтоқсаншы. Әбілов бұл үйде ұзақ емделген. Кейін Алматыда қудалау болатыннан қауіптеніп,
Атырауға бой тасалаған. Ол жерде де көп тұрақтай алмаған. Себебі сырттан келген адамды ауыл адамдары бірден танып қоятын болғасын, бір ауылға бір жеті ғана аялдап, әрі қарай қоныс аударып отырған. 2 жыл бойы батысты аралап, Оралдың да бірнеше ауылында тұрған. Содан кейін ғана Алматыға қайта баруға мүмкіндік туған. Әр ауылдың адамдарына рахмет айтам. Бәрі де біздің де баламыз сыртта жүр. Сен де баламыз сияқты жас екенсің деп сыртқа теппет. Жаман велосипедке қоржын салып алдым. Оның бір басында балық уылдырығы, бір басында қатқан нан мен су болды. Осылай ауылдарды аралап жүрдім. Кейін Алматыға қайтып, оқуды жалғастыруға отбасылық жағдайға байланысты мүмкіндік болмады. Тек 1997 жылы қыркүйек айында ғана ақталдым. Желтоқсан оқиғасының 20 жылдығына орай Иманғали Тасмағамбетов Алматыдан 3 бөлмелі үй берді. Ол кезде желтоқсаннан қалған тоным бар еді. 20 жыл бойы жасырып ұстап келген едім. Соны Тасмағамбетовке айтып едім. Қазір біз өзімізге келдік. Қаныңа тартпағанның қарысынсың деген бауырым. Қазір осы жерден шықта орталық музейге тоныңды өткіз деді. Осылайша тонымды желтоқсан оқиғасының жәдігері ретінде музейге экспонатқа өткіздім. Мәден Әбілов батысқа бас сауғалап қашқанын, бірнеше ауылда тұрғанын жоғарыда жаздық. Сондай ауылдардың бірі Гүлбақша Файызованың ауылы болып шыққан. Бірақ оны екеуі де 35 жыл бойы білмеген. Тек ортақ таныстарына осы оқиғаны екеуі де айнытпай қайталап айтып бергесін ғана танысы бұларды кездестірген. Кейіннен сөйлесе келе, Мәден өзінің бірнеше күн Гүлбақшаның ауылында тұрғанын, туыстарынан пана тапқанын білген. Осыдан 3 жыл бұрын Өмірзақ деген көршім қонаққа кеп, желтоқсан туралы әңгіме айттық. Мен ол кісіге желтоқсан оқиғасының шын мәнінде қалай болғанын баяндап бердім. Өзімді құтқарған жігітті де айттым. Арадан 4-5 ай өткесін Өмірзақ аға үйге келіп, «Гүлбақша, сүйінші, мен сені құтқарған жігітті таптым демесі бар ма? Аң-таңмын, 35 жыл өтіп кетті. Алдымен бір сәйкестік шығар деп сенбедім. Ол кісі сен айтқан әңгімені Мәден деген азамат айтып бергенде тоқ соққандай соңына дейін әрең шыдадым. Бірден саған алып ұшып жетіп келіп тұрмын деп мені сендірді. Әрине, өзіңді құтқарған жігітті көргің келеді. Егер Мәден аға мені жасақтан арашалап алып қалмағанда, бұл күнде қандай жағдайда болар едім? Осылайша 35 жылдан кейін ғана ағамды таптым дейді Гүлбақша Файызова. Кейін Мәден Әбілов пен Гүлбақша Файызова оқиға орнына апарды. Содан соң алаңға бардық. Желтоқсаншыларды еске алып, кейіпкерлеріміз монументке гүл шоқтарын қойды. Желтоқсаншылардың жалғыз экспонаты саналатын тонды көргіміз келгенімен, мерекеге байланысты музей жұмыс істемейді екен. Ал есік алдындағы полиция қызметкері бізді әрі қарай өткізбеді.